Ассалаумағалейкум ағайындар. Осы долананы көрсем, бір қасиетті ағаш екеніне тәнті болам да. Қарасай, былтырғы жемісімен әлі тұр ғой. Маған қызық болып тұр осының қай кезде түсіп қалатыны. Bir күнде түсіп қалады. Биыл торғайлар тоқ болды ма? Бәрі шырылдап қалған қара торғай береді, сол жейтін тоң ғой. 2020 жылы коронавирус болды ғой, коронавирус. Сол кезде апталап температурам түспеді ғой мен, апталап. 39,5, 40 түспейді температура. Сонымен осының жапырағын қайнатып іштеп, алдында тұрған бір өзбек әйел бар еді, Фарақат деген. Сол айтып жеріпті. Сол арай қайнатып, осы бір-ақ рет берді ғой. Бір-ақ рет берді. Құлан таза айығып шықтым ғой. Бұл енді YouTube'да ашып қарасаңыздар, бұның емі көп бұның енді. Қараш. Астыңғы жағын қырық шамәлі. О, торғайды қарсаңшы. Тырмалап атқан жерге кеп құрт құмырсқа жеп жатыр да бұл. Менен қорқпайтын бопты уже. Ана. Менімен сөйлесіп жатыр. Ана көрдің бе? Осы жейді, осы. Осы жейді. Былтырғы балапан ғой анау. Биыл ұя салады ғой енді бұл. Бұл 1 метр жерге ұя саласылады бұл. Жеп атқан жоқ, әшейін түсіріп тастап жатыр ше. Қаяқ кетіп қалды. Ана. Мүлдем жеп атқан жоқ. Түсіріп тастап жатыр бәрін. Ана. Аузына симай жатыр, балапан ғой. Ана. Маған нардан тұр кет деп жатыр ау. Астыңғы жаңа тырмалаған жерді. Мына жерлерді тырмалаған ғой жаңа. Соның қасында жүріп шығып жатыр ғой. Жақсы. Менің каналыма жазылушы, тіркелуші ағайындар, аман болыңыздар. Бүгін Рамазанның соңғы күндері, 26 күні. Қадір түнінде Құда қаласа тілек дұғаларымыз Алла Тағала қабыл етсін иншалла. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.